Сәлем достар, бүгін біз сіздермен алдында оқыған кітапты жалғастырамыз, және оны жалғастырмас бұрын оқиғаны еске түсірейік. Мұнда бір қыз, Донна, ол отбасымен демалысқа Испанияға барады, және кемеде бір баланы көріп, ол баланы ұнатып қалады. Кейін дискотекада ол бала оны биге шақырады, және билеп жатқан кезде ол есіктен дәл сондай киімдегі және дәл сондай шаштары, көздері бар баланы көріп қалады. Және тек сонда ол түсінеді, ол ұнатқан баламен емес, оның ағасымен билеп жатқанын. Ол бала есікте тұрып кетіп қалады, және ары қарай күні бойы Донна оны кемеден іздейді, бірақ онымен кездеспейді. Осылай оқиға аяқталған болатын. Бүгін енді Марктың, яғни мына баланың көзқарасынан, жоқ, бұл бала емес, мына баланың көзқарасынан оқиғаны қазір оқып аударатын боламыз. Және бастамас бұрын жаңа сөздерді бір қайталап шығайық. Sea, теңіз, near, жақын, laugh, күлу, suddenly, кенеттен, quiet, тыныш, shy, ұялшақ, only, тек қана, same, бірдей, catch, қағып алу, over, үсті, look for, іздеу, perhaps, мүмкін, arrive, келу, again, қайтадан, wrong, қате, sad, мұңайған, quickly, тез. I started Spanish at school in September and I like it. Мен испан тілін мектепте оқуды қыркүйекте бастадым, және ол маған ұнайды. Яғни испан тілін оқыған ұнайды. We've got a good teacher, Old Webb. Біздің мұғаліміміз жақсы. Old Webb. Have got, ол have деген фраза екеуі бір. Have. Яғни дәл мына сөйлемде we have a good teacher деп айтуға болады, немесе we've got a good teacher. Mr. Webb, not Old Webb. My mother always says to me. Mr. Webb деп ата, Old Webb деп емес. Деп анам әрқашан маған айтады. He isn't old, you know. Ол кәрі емес, білесің ғой. Old негізі бұнда атауы, және old ол кәрі деген мағынаны береді. Old Webb, sorry, Mr. Webb always takes some people from our school to a place in Spain for the first 2 weeks of holidays every July. Old Webb, кешіріңіздер, Mr. Webb, ол әрқашан біздің мектептегі кейбір адамдарды демалыстың алғашқы 2 аптасына әр шілде сайын Испаниядағы бір жерге апарады. Яғни мұнда тілді практика жасау үшін Испанияға кейбір балаларды мектептен апарады екен жыл сайын. Old Webb is okay, not bad for a teacher. Old Webb жақсы. Жаман емес мұғалім үшін. Мұғалім үшін жаман емес. We were at Portsmouth with Old Webb, sorry, Mr. Webb and Mrs. Webb. Біз Портсмаутта Old Webbпен, кешіріңіздер, Mr. Webbпен және Mrs. Webbпен болдық. Яғни әйелімен. She's from Argentina. All the boys think she's good looking too. Ол Аргентинадан. Және барлық ұлдар ойлайды, ол өте әдемі деп. There were 6 of us with the Webbs. Harry Potts and his sister Sonia, Nick Atkins, he's a good friend, Sue Bellamy, she's clever. My brother Dave and me were 14 and we're good friends too, usually. Онда 6 болдық, вебтармен. Гарри Поттс, ол және оның әпкесі Соня, Ник Аткинс, ол жақсы дос, Сью Беллами, ол ақылды, менің ағам Дэйв және мен. Біз 14 жастамыз және жақсы достармыз. Әдетте. There were hundreds of people on the boat.
Кемеде 100 деген адамдар болды. There were бір жерде бір нәрсенің бар екендігін білдіреді. Және were көпшеде қолданылады. Мұнда hundreds of people. Адамдар көпше, сол үшін there were қолданылады. Егер жекеше үшін there was. Онда болды. It was hot in the sun it was hot in the sun. A lovely day. Ыстық күн болды. Және тамаша, жақсы күн. People watched at sea and the small boats. Адамдар теңізге қарады және кішкентай қайықтарға қарап тұрды. I liked being in the sun and thinking about the 2 weeks holiday in Spain. Маған күн астында тұру ұнады және 2 апталық демалысты, Испаниядағы 2 апталық демалыс туралы ойлау ұнады. Old Webb started one of his stories about Argentina, but I didn't listen. Old Webb өзінің Аргентинадағы оқиғаларын айта бастады, бірақ мен тыңдамадым. I started to look at the people. Мен адамдарға қарай бастадым. And this girl was there near me, a really good-looking girl with nice brown eyes and black hair. Сонда бір қыз болды, менің жанымда. Өте сүйкімді, қоңыр қастармен және қара шаштармен. Демек, ол да бір көргеннен ұнатып қалыпты. She's nice and she's looking at me. Сондай жақсы. And she's looking at me. Және ол маған қарап тұр. Бір затқа қарау немесе бір адамға қарау айтылса at шылау қолданылады. Look at something or look at somebody. I'm really shy and I'm not very good with the girls. Мен өте ұялшақпын және қыздармен өте жақсы емеспін. Яғни қыздармен жақсы сөйлесе алмаймын. I didn't talk to her then, but I watched her with her sister and her mother and father. Then сосын немесе сондықтан мен онымен сөйлеспедім. Бірақ оны сіңілісімен және анасымен, әкесімен тұрғанын көрдім, бақылап тұрдым немесе қарадым. Then they walked away and she smiled at me for a moment before they went. Кейін олар кетіп қалды. Walked away. She smiled at me. Ол маған қарап бір сәтке кетер алдында бір сәтке қарап маған күлді. Smile at. Мұнда да шылау тұр. Smile at me. My brother Dave saw her and he laughed quietly at my red face. Менің ағам Дэйв оны көрді. Және ол тыныш күле бастады. Менің қызарған бетіме қарап. Hey, she's smiling at you and you are all red in the face. You are in love. Hey man, you are in love. Hey, she's smiling at you. Ол саған күліп қарап тұр. Және сен қызарып кеттің. Сен ғашық болып қалдың. Жігіт, сен ғашық болып қалдың. I wanted to see her again, perhaps in the cafe at lunchtime or perhaps in the cinema in the afternoon, but she wasn't there and I don't remember the film. Мен оны қайта көргім келді. Мүмкін кафеде, түскі ас уақытысында, мүмкін кинотеатрда түстен кейін. Бірақ ол онда болған жоқ. Және мен фильм есімде емес. Яғни ол кинотеатрға барған, бірақ көрген фильмі есімде емес. In the evening, we had a drink with Old Webb and lovely Lucrezia. That's our name for Mrs. Webb. Кешке қарай біз Old Webbпен және сүйікті Lucreziaмен сусын іштік. Lovely Lucrezia ол Mrs. Webbқа біз қойып алған есім. Яғни балалар өз арасында Mrs. Webbқа өздері ат қойып алған Lucrezia деп. After that, Dave and Harry went to the disco. They wanted to meet some girls. Одан кейін Дэйв және Гарри дискотекаға барды. Олар қыздармен танысқысы келді. Meet
Кездесу және meet танысу екі түрлі аудармасы бар. I don't like dancing, but I went to the disco later. I wanted to see her again. The lovely girl with the dancing brown eyes and the nice smile. Маған билеу ұнамайды, бірақ мен дискотекаға кейінірек бардым. Мен оны қайта көргім келді. Сол сүйкімді қызды билеп тұрған қоңыр көзді және әдемі күлкісі бар қызды көргім келді. It was dark in the disco, and I stood near the door and watched the dancers. Дискотекада өте қараңғы болды. Dark, қараңғы. And I stood near the door. Мен есіктің жанында тұрдым, және билеп тұрған адамдарға қарадым. Then I saw her on the dance floor, and she was with Dave. Кейін мен оны көрдім, билейтін жерде. Және ол Дэйвпен билеп жатты. With my brother, Dave. Менің ағам Дэйвпен. She smiled at him too, a lovely smile. Және ол оған күлімдеп қарап тұрды, сүйкімді күлкісімен. I didn't want to watch. I walked out. Мен қарағым келмеді, және кетіп қалдым. I went and looked at the sea and thought about things quietly. Мен кеттім де теңізге қарадым. Және осының барлығы туралы асықпай тыныш ойлана бастадым. I thought about her and Dave. Мен ол туралы ойладым. Ол туралы және Dave жайлы. Oh no, she is with Dave. I was up early in the morning before 6 o'clock. Мен таң атпастан ертемен ояу болдым. Сағат таңғы 6-ға дейін. I was up деген сөз ояу болдым. I went out again and watched the early morning sun and the sea. Мен сыртқа шықтым қайтадан және таң ерте күнді және теңізді бақыладым, немесе теңізге қарап отырдым. There was only one old man and the seabirds there with me. Онда тек үлкен кісі болды және теңіз құстары болды менімен. The old man smiled at me, but we didn't talk. I liked being quiet. Жаңағы үлкен кісі маған күлді, маған қарап, бірақ біз сөйлеспедік. Мен тыныштықта болғым келді. I went in and had a coffee in the cafe, but I didn't want to eat. Мен ішке кірдім де кафеден кофе іштім. Бірақ ештеңе жегім келмеді. All the time I wanted to see her. Барлық уақыт бойы мен оны көргім келді. I wanted her to walk into the cafe and come across to my table and sit down with me and tell me her name and talk to me. I wanted her to walk into. Мұнда тікелей аударсақ мағынасы болуы мүмкін. Мен қаладым оны кафеге кіріп келгенін. Мұнда былай аударылады. Мен оның кафеге кіріп келгенін қаладым. Егер мен сенің дүкенге барып келгеніңді қалаймын болса, I want you to go to the supermarket. Мысалы, мұнда да сондай конструкциямен жазылған. Яғни мен оның кафеге кіріп келгенін және менің отырған үстеліме қарай келгенін және менімен бірге отырып өзінің атын айтқанын және онымен сөйлескенімізді қаладым. But she didn't come. Бірақ ол келмеді. I waited and waited, but she didn't come. Мен күттім, тағы күттім, бірақ ол келмеді. At 8 o'clock, I went to find Nick and Dave. Dave was very quiet all day, and he was really nice to me. And I didn't see her again before we arrived in Santander at 11. She wasn't there. Сағат 8-де мен Никті және Дэйвті іздеуге шықтым.
Дэйв өте күні бойы тыныш болды, және маған өте жақсы қарады. Мен оны көрмедім. Қайтадан көрмедім. Біз Сантандерге сағат 11-де жеткенше мен оны көрмедім. Ол онда болмады. Will she come? Ол келер ме екен? Міне, бұл Марктың оқиғасы олай. Енді біз сіздермен оқиғаның соңғы бөлімін келесі видеода қарастыратын боламыз. Бұл оқиғада ол екеуі кездесе ма, кездеспей ма екенін білетін боламыз. Сіздер комментарийде өз ойларыңызды жазыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Донна мен Марк екеуі кездесе ме? Егер оқиға ұнаса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төмендегі комментарийге жазыңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше. Бай!